Адамзаттың ардақтысы Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләм оразаға өте ынтық еді. Әр аптаның дүйсенбісі мен бейсенбісінде, сондай-ақ әр айдың 13, 14, 15-терінде нәпіл ораза ұстайтын. Қасиетті айларда тіптен ораза ұстауын үдететін. Өз өмірінде тоя тамақ жемеуді әдетке айналдырған ол, күндерінің көбін аш өткізетін. Айша анамыздың айтуынша, Расулуллахтың үйінде апталап қазан көтерілмейтін. Көбіне талғажау ететіні құрма мен қара су еді. Сахаба Абу Хурайра мына бір оқиғаны еске алған. Бір күні Алла елшісін мешітте көрдім. Намазын еңкейген қалпы отырып оқып отыр екен. Еріксіз, пайғамбарым, сырқаттанып қалдыңыз ба деп сұрағанымда, жоқ, Әбу Хурайра, ашпын, аштықтан түрегеліп оқуға дәрменім қалмады деп жауап қатты. Бұны естігенімде тамағыма өксік кептеліп, көзіме жас үйірілді. Сонда ол мені, жылама, бұл дүниеде аш болғандарға махшарда есеп беру қиыншылығы тимейді деп жұбатты. Тағы бірде хақ пайғамбардың Әбу Бәкір және Омармен түн ортасында Мәдинаның бір қалтарысында ойламаған жерден кездесіп қалғаны бар. Бір-бірінен түнде неге көше кезіп жүрсің деп жөн сұрасқанда, үшеуін де ұйықтатпай көшеге алып шыққан нәрсе бір ғана аштық екендігі білінген. Әр нәрсенің зекеті бар. Тәннің зекеті ораза ұстау. Ораза сабырдың жартысы деген. Адамзаттың асылы пайғамбарымыз Алла тағалаға шынайы құл бола білудің үлгісін осылай көрсеткен.